Саламатсыздар ма, құрметті оқушылар? Бүгін сіздермен біз тағы да жаңа сабақ тақырыбы. Осы тақырыбын анықтау үшін мына суретке назар аударсаңыздар деймін. Ой шақыру әдісін пайдаланғым келіп тұр, балалар. Суретте не көріп тұрсыздар? Суретке қарап бүгінгі сабақтың тақырыбын болжай аласыз ба? Ойлануға 1 минут берейін. Я, дұрыс айтасыз. Сіз суретте отбасын көріп тұрсыз, я? Отбасында әртүрлі дәстүрлер бар. Соның ішінде біз ақсақалды атаны төрге отырғызамыз дедік, сыйлаймыз, қартымыз қазынамыз дедік. Ендеше сол ата отбасына не істеп жатыр? Бата беріп отыр екен, я? Ендеше ақсақалдан бата алған Құдайдың рахметіне жолығар. Жаңбырменен жер көгерер, батаменен ел көгерер. Атадан бата алмай үй болмас, ордадан үлгі алмай би болмас. Бата алған ұл арымас, батасыз ұл жармас деген мақал мәтелдерді сіздер білесіздер, я? Ендеше бұл мақал мәтелдердің мағынасын түсініп аламыз, я? Ендеше үлкеннен бата алған адамның үнемі жол ашылып жүреді екен. Жаңбырмен жер көгерсе, батаменен ел көгереді екен. Атадан бата алуға қарай тырысу керек екен. Бата алған адамның жолы ашық болады екен. Сондықтан бата алуға қарай тырысайық, өзіміздің білімімізді, мәдениеттілігімізді көрсетейік. Біз қазақ халқы өте білімді халықтың қатарынамыз. Сондықтан да тәрбие жағынан басқа елдерге қарағанда үздік болып саналамыз. Себебі біздің қыздарымыз қылықты, ұлдарымыз өнегелі. Сондықтан да қазақтың баласы екенімізді, нағыз қазақтың ұрпағы екенімізді көрсете алуымыз керек, е? Ендеше бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы атам бата береді. Жаңа өздеріңіз айтқандай, ата бата беріп отыр. Ендеше бүгінгі сабақтың тақырыбы атам бата береді. Сабақтың мақсаты мәтіндегі негізгі ақпаратты анықтайсыздар және қазақша амандасу мәнері мен ұлттық этикет формаларын пайдаланасыздар. Бұл жерде жаңағын айтқан мақсат мәтіндегі негізгі анықтаған сөздермен анықтайсыздар, қазақша амандасу мәнерімен. Ардагер, ветеран, соғыс, война, еңбек, труд, бата беру, благословение, батыр, герой, мейірімді, добрый, ақылды, умный. Ақылың ассын, ықыласың тассын. Балаң өбірді болсын, қызың шүбірді болсын. Жақының көп болсын, дұшпаның жоқ болсын. Жақсы келсін қасыңа, нұр жаусын басыңа. Көшің көлікті болсын, қонысың түлікті болсын. Қатулықтан аулақ бол, татулыққа жақын бол. Дәуренің сәнді болсын, ғұмырың мәнді болсын. Таңың азанды болсын, үйің қазанды болсын. Шаңырағыңа шат құйылсын, дастарханыңа жұрт жиылсын. Әумин. Ал оқушылар, батадан не түсіндіңіздер? Түсінгендеріңізді ауызша айтып берсеңіздер, 2 ұпай еншілейсіздер. Енді төмендегі сөздерді пайдаланып, жай сөйлем құраңыздар. Сөйлем құрауды білеміз, бәріміз. Берілген сөздер: ардагер, еңбек, мейірім. Өзіңді тексер. Асанның атасы соғыс ардагері. Үлкендер жастарды еңбекке шақырады. Сенің әжең өте мейірімді жан. Енді осы жерде тілдік бағдарға назар аударайықшы. Асанның, кімнің, ненің деген сұрақ қайсептіктің сұрағы. Бұны өздеріңіз маған ауызша қосымша айтасыздар, я? Үлкендер, кімдер, бұл жерде қандай жалғау пайдаланып тұр? Көптік жалғау, я? Сенің әжең өте мейірімді жан дегенде, сенің деген қандай жалғау? Осыны ажыратасыздар да маған айтасыздар. Жақсы, рахмет. Келесі тапсырмаға назар аударайық. Мәтінді тыңда, оқы. Қазақ отбасында өте ертеден келе жатқан ерекше дәстүрдің бірі бата беру. Бата тілі көркем ізгі тілек түрінде айтылған қысқа әрі мәні терең сөз. Батаның тәрбиелік маңызы үлкен. Бата берудің өз жолы, дәстүрі, рәсімдері бар. Дастархан басында, түрлі жиын тойда, отбасы мерекелерінде, тұсаукесер, тіл ашар кезінде
Жастар қол жайып үлкендерден бата сұрайды. Батаны кез келген адам бермейді. Батаны көпті көрген ақсақалдар мен дана желер береді. Батаның түрлері бар. Ас батасы, асты үстелге әкелгенде немесе ас ішіп болған соң берілетін бата. Ас батасы тамақ ішкен сайын беріледі. Рамазан батасы 3 күнге ораза айтты айтылатын негізгі тілек, жақсы ниет. Жол батасы ұзақ жолға шыққанда беріледі. Жолға шығарда үй иесі көршілерге, туыстарға тамақ беріп, үлкен ақсақалдан бата алады. Тілек бата үлкендер жастарға риза болғанда реті келген жерде қолын жайып беретін батаның түрі. Қазақтар сөз өнерін өте жоғары бағалаған. Бата адамға күш береді, жолын ашады, жаман күштерден сақтайды деп сенген. Ендеше мәтіннің мазмұнына сәйкес жоспар құрып ретімен орналастырыңыз. Батаның пайдасы, бата берудің тәртібі, батаның түрлері, үлкендердің батасы. Дұрыс па? Дұрыс емес болса, өзіңізді тексеріңіз. Бата берудің тәртібі, үлкендердің батасы, батаның түрлері, батаның пайдасы болады екен, Келесі мәтін бойынша берілген ақпараттың дұрыс пен бұрыстығын анықтаңыздар. Ақпарат, батаның тәрбиелік маңызы үлкен емес. Дұрыс бұрыс, қалай ойлайсыздар? Батаны көпті көрген ақсақалдар мен дана желер береді. Дұрыс па, бұрыс па? Ас батасы тамақ ішкен сайын беріледі. Дұрыс бұрыс. Батаны кез келген адам береді. Дұрыс бұрыс. Қазақтар сөз өнеріне өте жоғары бағалаған. Жақсы, тексер. Баланың тәрбиелік маңызы үлкен емес. Бұл бұрыс ақпарат, Батаны көпті көрген ақсақалдар мен дана желер береді. Бұл дұрыс ақпарат. Ас батасы тамақ ішкен сайын беріледі. Бұл дұрыс ақпарат. Батаны кез келген адам береді. Бұл бұрыс ақпарат. Қазақтар сөз өнерін өте жоғары бағалаған. Бұл дұрыс ақпарат. Үйге тапсырма. 8-ші тапсырма. Берілген сөздер жеке сөздерде тәуелдеп жаз. Бата тәрбие қол. Жақсы, сау болыңыздар.